Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям шашындағы аға. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям аттары: соңғы, ақиб, таза, тохир, тазалаушы, мутаххир, елші, расул, пайғамбар, нәби. Қатада Әнәс ибн Мәликке пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям шашын бояды ма деп сұрақ қояды. Сонда Әнәс ибн Мәлик шаш бояйтындай дәрежеге жеткен жоқ. Самай жағында кішігірім болатын, бірақ Әбу Бәкір қынамен қатаммен бояйтын. Әбу Бәкірді қосқан себебі, ол істеген болса, пайғамбарымыз білді. Егер шашты бояуға тыйым болатын болса, бірінші қасындағы серігінен бастап тыйым салатын еді. Әнәс ибн Мәлик: мен Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям шашы мен сақалынан 14 қана ақ санағанмын. Басқа бір риуаятта Әнәс ибн Мәлик 17 немесе 18 ақ шашы бар екенін айтқан. Жәбир ибн Самурадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям ақ шашы туралы сұрағанда, егер шашын зәйтүнмен майлайтын болса, ақ шаштары көрінбей қалатын. Ал егер майламайтын болса, ақ шашы көрінетін. Абдулла ибн Умар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям ақ шаштары 20-ға жуық болған деп айтты. Ибн Аббас жеткізген хадисте Әбу Бәкір радиаллаху анху пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям шашың ағарып кетіпті ғой дейді. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям: шашымды ағартқан Худ, Уақиға, Мурсалат, Амма ятасаалун, Нәбә сүресі, Иза шамсу куират, Тәкуир сүресі деп жауап берген. Худ сүресінде қияметте болатын және сол жердегі адамдардың жағдайлары баяндалады. Және сол жердегі адамдардың жағдайлары баяндалған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям өзінің үмметінің жағдайын ойлап қорыққан. Қиямет күні баласын емізіп отырған ана өзінің баласын тастап кететіні, бесіктегі баланың шашы қияметтің ауырлығынан ағарып кететін уақыт. Аби Римсата айтады: мен пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям өз баламмен келдім. Пайғамбарымызды көрсеткеннен кейін былай дедім: бұл Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалям. Сол кезде оның асты үстінде жасыл киім болған, және шашының самайына ақ түскен еді. Сол ақ шаштарының ұштары қызыл болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям шаштарын қынамен бояғанына дәлел болады. Егер шаштарымызда ақ болатын болса, оны қынамен бояғанның еш әбестігі жоқ. Бірақ қарамен бояуға болмайды. Жәбир ибн Самурадан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям ақ шашы туралы сұрады. Жәбир пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям шашының екіге бөлінген жерінде ғана ақ болған. Егер майлайтын болса, ақ шашы көрінбей қалатын деп жауап берді. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады: Хижаз аймағында екі түрлі шаш қою үлгісі болған. Бірінші әхли кітап иелері, яхуди, христиан. Олар кекілдерін алдыға қарай тарайтын. Екінші пұтқа табынушылар. Олар шаштарын ортасынан екіге бөліп тарайтын болған.
Басында кітап иелерінің үлгісіне ұқсатып тарайтын болған. Кейіннен Хижаз аймағында пұтқа табыну жойылғаннан кейін шашын екіге бөліп, оң солға тарайтын болған.